Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемілік кеспе кесуді үйренетін боламыз, және де кеспе көжені қалай жасау керек, қалай әдемілеп езілдірмей пісу керек, қамырын қалай үйлеу керек, барлығын үйренетін боламыз. Соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындаймыз. Бір жұмыртқаға 1 шай қасық тұз, жарты шай кеседей су құямыз. Суды көп құймауға кеңес беремін, және де 1 шай қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып, ұн қосып, қатты қамыр илейміз. Міндетті түрде қамырды қаттылау етіп илеңіздер, сол кезде езілмей керемет болып пісіп шығады. Дайын болған қамырымызды целлофанға салып 20 минутқа тындырып қоямыз. Сол арада арасына 5-10 минуттан салып 2-3 қайтара міндетті түрде илеп алыңыздар. Ендігі кезекте көжемізге қажетті заттар: ет керек болады міндетті түрде, жуа, сәбіз, картоп, болгар бұрышы, және де 2-3 шидей сарымсақты ұсақтап турап дайындап алдым. Тамағымызға өте керемет дәм береді. Ең алдымен туралған етімізді қызып тұрған майға салып, жақсылап еттің өзінің сөлі шығады, сол сөлі тартылғанға дейін жақсылап қуырып аламыз. Етті 5-10 минут шамасында қуырып алғаннан соң пиязымызды салып, пиязды да 5-6 минут шамасында қуырып аламыз. Яғни біз әрбір өнімді салған сайын арасына 5 минуттан салып, жеке-жеке осылай қуырып алатын боламыз. Одан соң сәбізді салып, сәбізді де 5 минуттай қуырамыз. Соңында картоп, сарымсақ, болгар бұрышы барлығын салып, 1 ас қасық томат пастасы және де 1 ас қасық соя қосып жақсылап араластырамыз. Соя біздің тағамымызға ерекше дәм береді. Жақсылап 5-6 минут шамасында қуырғаннан соң су құямыз. Судың мөлшерін отбасыңыздың санына қарай құясыз, және де бетін жауып қайнататын боламыз. Міндетті түрде тұз қосуды ұмытпаңыздар. Бір қайнағаннан соң оттың астын баяулатып қоясыз. Достар, мен қамырымды 2-3 қайтара арасында қайтарып илеп алдым. Өте керемет осындай жылтыр қамыр шығады. Енді кезекте қамырымызды жаюға дайындап, қолымызбен осылай басып кішкене үлкейтіп аламыз да, оқтаудың көмегімен жұқалап қамыр жаятын боламыз. Біздің қамырдың жұқалығы шамамен 5 бармақтың қамырынан кішкене қалыңдау болуы тиіс. Біркелкі етіп, әдемілеп, дөңгелек етіп қамыр жайып дайындап аламыз. Қамырды жаю барысында тек шетіне салмақ сала отырып, қамырдың ортасына көп қолды алып бармай жаясыздар. Мінекей біздің тағамымыз сол арада қайнайды. Қайнаған соң орташа отқа қойып, бетін кішкене ашып қоясыз. Қамырымызды жайып алғаннан соң осылай кесуге ыңғайлы болу үшін теңдей етіп 4 бөлікке бөліп алдым. Әрбір бөлінген қамырды осылай рулет тәрізді етіп орап алып, астына тақтай қойып, пышақпен дәл осылай қолымызды қойып кесетін боламыз. Қамырды кесетін пышағыңыз міндетті түрде өткір болғаны дұрыс. Сол кезде қиналмай жақсы кесетін боласыз. Қолымызды осылай қойып кессеңіздер, қолыңыз кесіліп кетеді деп қорықпайсыз. Өте ыңғайлы. Әр кескен сайын сол қолыңызды жылжыта отырып кессеңіз, барлығы өте керемет біркелкі болып кесілетін болады. Кесілген қамырымызды міндетті түрде осылай қолымызбен сілкіп ашып алатын боламыз. Қамырды мен қатты жұқада, қатты қалыңда етіп кескен жоқпын. Қаласаңыз бұдан да жіңішке етіп кессеңіз болады, немесе бұдан да қалыңдау етіп кессеңіз де болады. Әркімнің өз еркінде. Қамырдың барлығын осылай кесіп алып, барлығын сілкіп осылай ашып аламыз да, дайын қамырымызды қатты қайнап тұрған сорпамызға салып пісіретін боламыз. Мінекей қараңыздар, біздің қамырымыз өте керемет болып, біркелкі болып, барлығы керемет болып кесілді. Ешқандай да жабыспайды. Қамырды қаттылау етіп илесеңіздер, қамыр жабыспай осылай әдемі болып тұрады. Қамырды жайып алғаннан соң бетін ашық тастап кішкене кептіріп алсаңыздар, ешқандай да ұн сеудің қажеті жоқ. Бір-біріне жабыспай керемет болып тұрады. Қамырды суға салу барысында осылай кішкене ашып, суға салғаннан соң міндетті түрде осылай араластырып жіберіңіздер. Шамамен 5-6 минут шамасында қатты қайнаған соң піседі. Қаласаңыздар осылай аскөк салсаңыздар болады.
Мінекей достар, қараңыздар, қамыр піскеннен соң осылай сорпаның бетіне көтеріліп әдемі түске енеді. Ас болсын достар, рецепті пайдалы болған болса каналыма міндетті түрде тіркеліп лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.